шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнінде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмайды. Біздің нұсқа Құмсағат. Сұрапыл күндер. Мұнда туристер қатары сиремейді және өте көп келеді. Егер сіз шіріген жұмыртқаның иісін сезсеңіз, онда Тбилиси моншасына тап болғаныңыз. Міне, тағы да туристер бой көрсетті. Танымал бағытпен жүріп өту, Монша мен су сарқырамасынан кейін Мытацминда тауына жаяу немесе аспалы жолмен тік көтерілу. Нарикала қамалы. Ол ұлы жібек жолында орналасқандықтан кез келген бас сұға алмайтын бекініс. Қамал 2 жыл қоршауда қалса да төтеп береді деп саналады. Дегенмен бірде шабуылға қарсы тұра алмады. Кенет күтпеген жерден солтүстік желі соғып, ұлы шығыс теңізі буырқанды. Азулы жыртқыш өзінің қанқұмар төлі билеуші Хазармен бірге оңтүстікке қарай бет алды. Ол жол үстінде бұрынғы батырлардан ешкім қалмаған Тбилиси қаласына назар аударды. Бұрын көрген қорлық зомбылық үшін кек қайтаратын сәт туған еді. Мавсес Каланкатуаци, Алуан киелінің тарихы. 627 жыл, көктемнің соңы, бәлкім жаздың басы шығар. Жылнамашылардың жазуынша күн ыстық болатын. Батыс түрік қағанаты, Византия империясы, Сасандық Иран Парсы және Грузияның көне Иверия Картли патшалығы. 7 ғасырдағы әлемдік соғыс көрген қорлықтың оқиғасы. Византия үкіметі мен түрік қағанаты олар Иранға қарсы тұратын бірлескен одақ құруға тырысты. Түріктің намысына тию. Бұл әрекет беті қайтпаған жауынгерлердің ызасын келтірді. Сол кезде оларға сендер жасаған сол бір әрекеттеріңді қазір еске түсіресіңдер деп ескертті. Бірінші тарау — геосаяси тұзақ. Жетісу 626 жыл. Хабаршылар қағанның тапсырмасы бойынша Батыс түрік империясының барлық аймағына аттанды. Азов теңізі, Дон, Тянь-Шань тауының тарамдарымен солтүстік шығыс Үндістанға дейін хабар айтты. Тау мен даланы, құрлық пен аралды мекен ететін барлық ру мен тайпалар, көшпенділер мен бір жерге қоныстанғандар, шаш қоймайтындар мен бұрымдылар, барлықтарың хабар жетісімен атқа қонуға дайын отырыңдар. Мавсес Каланкатуаци, Алуан киелінің тарихы. Византияға әскери қолдау көрсету үшін бір жерге жұмылуға бұйрық берілді. Константинополь 7 ғасырдан бастап 30 жыл бойы Иранға қарсы сәтсіз күрес жүргізді. Византия тарабы әскери жорық ұйымдастыру үшін Орталық Азияға елшілерін аттандырды. Бұл түріктер мен византиялықтардың ынтымақтасуға тырысқан алғашқы қадам емес. 568 жылы бірыңғай түрік қағанатының елшілер керуені Византия империясының астанасында әскери сауда одағын бекітті. Ондаған жылдардан кейін қарым-қатынас қайта жанданды. Қағанат көшпелі тайпалардың федерациясы ретінде жер аумағын Иранға қарай кеңейтті. Сол кезде бүгінгі Иран жерін иеленіп отырған сасандықтармен шайқасты. Они столкнулись с сасанидами, которые владели сегодняшний Иран. Бұл кезде түрік мемлекетінің қуатты дамыған кезі. 618 жылы Батыс түрік қағанатының билігін қолына алған Тон Ябғу бірнеше реформа жасаған, тіпті өз мәнеттерін басып шығарған. Батыс түрік мемлекетін Ашина руынан тараған бір әулеттің өкілдері басқарып отырған. Ұлы жібек жолы үшін күресуге келгенде биліктегі әулет пен елдің мүддесі бір жерден шықты. Бірыңғай биліктің тиімді екені анық сезілді. Оңтүстіктегі отырықшы халық дамуы үшін қауіпсіз сауда қажет болды. Қағанаттың көшпелі бөлігі оларды қауіпсіздікпен қамтамасыз етті.
Бұрын бұтыраңқы өмір сүріп, үнемі бар күшін соғысқа жұмсаған тайпалар бейбіт өмірдің рахатын сезініп, мал шаруашылығын дамыту үшін барлық жағдайға ие болды. Бұл өз кезегінде бірлік бар жерде тірлік бар деген қағиданы халық санасына сіңірді. Содан бастап ол түрік халқы атанды. Лев Гумилев, көне түріктер. Талас, Шу, Ле өзендерінің бойында ондаған шаһар мен қамалдар тұрғызылды. Орта ғасырлық дерек бойынша Астана екеу болған. Қысқы қоныс Қырғыз жерінде. Жазғы орда бүгінгі Түркістан қаласы маңында орналасты. Талас алқабын адамдар бағзы замандақ мекен еткен. Мысалы, тек тұрмас тауынан Қырғыз тау жотасын көруге болады. Онда үңгірлер көп. Үңгір қабырғаларында қола тіпті темір дәуіріне тиесілі суреттер бар. Бронзы и железо. Мұнда топонимге қарап тұрып, қай халықтың қай аймақты мекен еткенін аңғаруға болады. Іле бойы, Шығыс Түркістан, Шу, Қырғыздың тау жоталары бейнеленген. Бұл топонимдегі басты аймақ Қазақстан аумағы. Топонимов, да, это территория Казахстана. Түріктер мен соғдиялықтар Византия мен бұрынғы байланыстардың орнығып, жаңа сауда қарым-қатынастарының орнауына мүдделі болды. Бірақ бұған Сасандық Иран кедергі жасап бақты. Бір қызығы түріктер қатысқан соғыс олардың парсылармен сауда-саттық жасауына аса кедергі келтірмеді. Иранның әлсіз қорғалған шығыс шекарасына ешкім қол сұқпаған, Ябғу қаған Каспий теңізінің арғы жағалауына әскерін жөнелтті. Түрік қағанның көзі Кавказдың Иранға бағынышты арғы бөлігіндегі елді мекендеріне түсті. Түрік Хазар әскері Дербентке шабуылдады, Албанияға баса көктеп кірді. Одан кейін Иберияға, Тбилисиге бет алды. Вячеслав Манякин, Лев Гумилев, Светлана Плетнева, Хазарлар. Екінші тарау. Жылнамадағы сәйкессіздіктер. Сол кезде хазарлар танымал әрі дәулетті Тбилисиді қоршап алды. Изнеженный Тбилиси. Қоңырау дабылы қорқынышты естілді. Дудук музыкалық аспабының үні өшті. Қала орталығындағы парсы базары тым-тырыс. Шығыс Грузин патшалығының астанасы іштен тынып үн-түнсіз қалды. 7 ғасырдың 20 жылдары Византия императоры Ираклий мен батыс түрік қағанатының өкілі Ябғу қағанның бірлескен әскері Грузияға тап берді деп жазылған Грузин жылнамасында. Западно-тюркского каганата, представителя западно-тюркского каганата Джибгу Хакана, как он упомянут в грузинских источниках. Дерек көздерінде негізінен түріктер емес, хазарлар аталады. Бұл жайлы кейінгі жылнамаларда көрсетілген. Зерттеушілер мұның себебін түрік әскері қатарында хазар жауынгерлерінің көбірек болғанымен түсіндіреді. Жалпы хазар қағанаты батыс түрік қағанатынан бастау алады. Оның үстіне сол уақытта олардың тайпалары солтүстік Каспий маңында қоныс тепті. Ресми нұсқа бойынша хазар қағанаты жеке мемлекет ретінде 650 жылы құрылды. Хазар қағанаты 7 ғасырдың ортасынан бастап 10 ғасырдың ортасына дейін өмір сүрді. Түрік хазар билеушісіне қатысты да деректер нақты емес. Грузин жылнамаларында ол Жибго, Византия шежіресінде Зевил деп көрсетілген. Кейбір деректерде ол ханнан кейінгі екінші адам ретінде баяндалады. Бұл қағанның дәл өзі секілді, өйткені император билеушінің өкілімен туыстық байланыс орнатпас еді. Ираклий келісімді бекітті. Ол түрік мемлекетінің басшысына қызы Евдокияның суретін көрсетіп тұрып, бізді Құдай табыстырды. Міне менің қызым. Егер сен қолыңа қару алып, менің хас дұшпанымды жеңіп шығуыма көмектесетін болсаң, қызымды саған жар болуға беремін дейді. Патриарх Никифор, Бревиарий. Жылнамада соғысқан тараптардың күш қуаты туралы да мағлұмат аз. Парсы гарнизонындағы 1000 шақты жауынгер Тбилиси шаһарын қорғап, батыс түрік қағанатының 40 000 әскеріне қарсы шыққан. Мұнда Византия әскерінің саны көрсетілмеген.
Аңыз бойынша 626 жылғы шабуылды Византия императоры Ираклий басқарған. Ол Тбилисиді жаулап алуға тырысқан. Онымен бірге батыс түрік әскері мен түрік ханзадасы Ябғу қаған болған. И вместе с ним он взял с собой большой контингент тюрок, западных тюрок, так называемых, и ихнего принца Джибгу Хакана. Үшінші тарау. Жәбірлеу мен жазалау. Берік мұнара, канал мен су жетек бойынша жүргізілген ерекше сумен жабдықтау жүйесі, арнайы жерасты жолдары. Орта ғасырлардың алғашқы кезеңінде бұл жол тікелей өзенге шығатын. Тбилисидің құрдасы Нарикала. 2 ай бойы қоршауда қалды. Қала қабырғалары византиялық инженерлер жасап шығарған катапульталармен атқыланды. Ура өзенінің ағысын бұру үшін суға тас пен топырақ толтырылған қаптар тасталды. Бірақ қаланы жаулап алу қиын соқты. Но город никак не получалось захватить. Қамал өз атауын толық ақтады. Сол уақытта оны Шорис-Цихе деп атады. Бұл атау берілмейтін қамал деген мағынаны білдіреді. Сәтсіз шабуылды бақылап тұрған Византия императоры қоршауды бұзып, соғысты жалғастыруды ұсынды. Сырттан келгендердің қаланы алуға шамасы жетпегенін аңғарған грузиндер батылдана түсті. Армян дерек көздерінде жазылғандай, олар Ираклий мен Ябғу қағанды келеме жете бастаған. Они начали издеваться над как Ираклием, так и над Джибгу Хаканом. Олар үлкен асқабақты алып келіп оған патшаның суретін салады. Кірпіктің орнына сызықша, танауды жалпақ, мұртты селдіретіп салады. Суреттен патшаны тану қиын емес еді. Асқабақты алып келіп, жаудың сарбаздарына айғайлап, сендердің қолбасшыларың мұнда, келіп табыныңдар. Бұл Жебу қаған дейді. Содан найзаны қолдарына алып, Хақанның суреті салынған асқабақты түйрей бастайды. Мавсес Каланкатуадзе. Алуан келінің тарихы. Византия билеушісі Ираклийді жәбір көрді. Оны балағаттады. Азиз басын тоқал ешкіге теңеді. Ол саспады. Грекия патшасы, сабалақ жүнді ешкі парсы патшасы тоқтыны талқандайды деген Даниилдің көне өсиет кітабынан үзінді келтірді. Византия императоры өз жақтастарын бұл жақсы нышан, жеңіс біздікі болады деп сендірді. Все поклялись, все те, которые... Қала қамалының сыртында тұрғандар жанына бататын сөздер естігенін, шаһарды қорғаған тұрғындар асқабақты бояп, қойылым ұйымдастырған, сондықтан келесі жылы қайта келіп, кек алатындарын айтып кетті. Вот мы придем в следующий год. Бұл жерде іс-қимыл шешіп кетті. Жауынгерлер тұрғындарға осынау әрекет үшін мына қаланы күлге айналдыратынын айтып, доңайбат көрсетті. То мы вообще сожжем эти города. Кейбір дерек бойынша Ябғу қаған жауынгерлермен қаланы тастап кетпеген. Бірнеше күннен кейін қамал жауға берілген. Жылдамалардың көбісінде қамалдың келесі жылы жасалған жорық барысында жаулап алынған жазылған. Дегенмен дерек көздердің барлығы түрік сарбаздарының қаланы жаулағанын жазған. Кура өзеніне тастан бөгет жасалды. Нәтижесінде өзен тасып, су қамал қабырғасынан өтіп кетті. Содан грузиндер берілуге мәжбүр болды. Сол кезде көрсеткен жәбірлерін қайта естеріне салды. И им тогда напомнили. Ябғу бірнеше күннен кейін қаланы жаулады. Қамал басшысын тұтқындады. Оның аузын драка мен алтын монеттермен толтырды. Терісін тірідей сыдырып алып, денесін патшаға жөнелтті. Танымал автордың Грузияның үндеуі жылнамасына. Сіздерге шабуылдағымыз келмеген. Бізді қорлағандарың үшін жауап бересіздер деді. Осыдан кейін Тбилиси шаһары талан-таражға салынды. После этого был Тбилиси разграблен ужасно. Эпилог. Уақыт сына. Түрік жауынгерлері шабуыл жасаған Нарикаланың төменгі қабырғасы сақталмады. Үзіліссіз соғыстар, жер сілкінісі бүлдірді.
Одан қалғаны талан-таражға түсті. Кейін уақыт сынына төтеп бере алмай көне Тбилиси көшесінен ғайып болды. Иракли жақсы нышан ретінде қабылдаған бейпіл сөздердің айтылғаны рас көрінеді. 627 жылы батыс түрік әскерінің ат салысуымен парсы әскерінің көзі жойылды. Осылайша ірі империялар қатысқан әлемдік соғыс аяқталды.